Қояндар аралы, Рэббит Айленд немесе Окуношима. Жапонияның Хиросима префектурасында Сето ішкі теңізінде орналасқан. Бұл арал өзінің ерекше жабайы қояндармен танымал. Қояндар аралда еркін жүреді. Адамнан қорықпайды және келушілерді жиі қуантады. Аралға жету үшін Такехара қаласындағы Таданоуми портынан 12 минуттық қайық жолы бар. Окуношима аралының қызықты тарихы бар. 1920 жыл, 1940 жылдары мұнда улы газ өндірісі болды. Ал аралдың карталардан алынып тасталуы бұл іс-қимылдардың құпиялығын сақтауға арналған. Қазіргі уақытта бұл жер ұлттық парк ретінде қорғалады. Аралда улы газ музейі, ескі зауыттардың қираған ғимараттары және тынығу үшін табиғи аймақтар бар. Аралда серуендеп қояндарға тамақ беріп, тарихи жерлерді зерттеуге болады. Сонымен қатар бұл жерде кемпинг жасауға және табиғат аясында демалуға мүмкіндік бар. Туристерге қояндарға зиян келтірмеу үшін арнайы ережелерді сақтау ұсынылады.